өзіңді сүю техникасы болатын. Ендігі мысалға жаңағы бүгін қарастыратын негізгі жаңағы тақырыбымыз бұл циркулярлы сұхбаттасу техникасы. Әрбір қазіргі қоғамда отбасы жағдайлары әртүрлі екендігі ол бізге белгілі нәрсе. Әртүрлі проблемалар кездеседі. Бір отбасылар болады, ері де, жаңағы әйелі де жұмыссыз болғандықтан, сол жұмыссыздықтың кесірінен әртүрлі қиындықтарға, проблемаларға тап келеді. Немесе осы жұмыссыздықтың салдарынан ері, мысалы, маскүнемдікке шалынып, осы шалдығуы мүмкін, тағы да басқа, және де көп балалы отбасылар бар, оларға да көп қиындықтар туып жатты. Сондықтан бұл негізгі көмекке әрине бұл психологтар келеді. Психологтардың жаңа негізгі қызметі осы проблемасы бар отбасымен жұмыс жасау. Ең бірінші мысалға бүгінгі біздер көрсеткелі отырған циркулярлы сұхбаттасу техникасы. Бұнда негізінен 12 сұрақ қамтылған. 12 сұрақты егерде біз құрылымын қарайтын болсақ, алғашқы 4 сұрағы бұл келген клиентті негізінен жаңағы психологтың ықпалын сезіну, соған көмектесетіндігін байқату бойынша студенттер, кешіріңіздер, мына жаңағы психологтар осы жөнінде жұмыс жасауы керек. Бұлар осы Қайнар университетін бітіргеннен кейін дайын күйінде, мүмкін кейбіреулері шынында да оқытушылық қызметінде болар, кейбіреулері өз тараптарынан белгілі бір клиенттерді қабылдау сияқты сондай бір өте көмегін тигізетін бір орталықтар дейміз ғой, соларды ашып алу мүмкін. Сол себепте өздерін болашақ психологтар сенімді ұстау үшін міне осы университет қабырғасында біздер жаңағы бағыттаймыз. Яғни клиентті қабылдаған кезде психолог, болашақ психолог өзін сенімді ұстау керек. Сенімді ұстағанда ғана ол клиент өзінің сол психологтың қабылдауына келгенде босқа келмегендігін білуі үшін. Және де ол содан бір көмегін алатындай дәрежеде болу керек. Егер де клиент психологқа сенімсіздік жаңағы көрсететін болса, онда олардың сұхбаттарынан, немесе жаңағы сеанстар дейміз, терапевтік сеанстарынан ешбір нәтиже болмай қалады. Негізгі, мысалға, психологтың ең негізгі міндеті бұл келген клиентпен тығыз жұмыс істей отырып, оның проблемасының шешімін табу. Сол себепте мына циркулярлы сұхбаттасу техникасы негізінен диагностикалық міндетті атқарады. Яғни қандай проблема жаңағы туындады, сол бойынша жаңағы айтқандай алғашқы 4 сұрағы тікелей осы клиентке бағытталады. Яғни клиентті жаңағы психологтың алдында ашылып сөйлеуіне мүмкіндік береді. Кейде болады ғой, мысалға, қазіргі кезеңде біраз бетбұрыс бар психологтарға, жұрттың келіп өзінің көмек сұрауына. Бұрынғы кезеңде олар жан дүниесінде бір ақау болғанда ғана психологқа барады деген теріс ұғымдар болды. Қазір керісінше, егер де отбасында белгілі бір проблемалар болса, олар
психологқа жүгінетін болады. Сол себептен дәл осы пәнді мына Қайнар университеті енгізгені мысалға барлық оқытушыларға өте қызықты, тиімді әрі пайдалы деген ойдамыз. Шынымен де сол себептен осы циркулярлы сұхбаттасу техникасын 12 сұрақ десек, бұны отбасындағы әрбір мүшемен, отбасының әрбір мүшесімен жаңағы сұхбаттасуға болады. Немесе отбасы 12 сұрақтың бәрін емес, ең тиісті 1-2 сұрақты да қойып, сол белгілі бір анықтама алуға болады. Қазір тура сіздерге осы мына клиент пен психологтың арасындағы сұрақтардың мәні қандай, мағынасы қандай екен, қандай сұрақтар қамтылған екен, сонымен жаңағы таныстырмақшымыз. Қазір осында өздері егерде топпен таныстыра кетсек, небәрі өзі 4 студент. Сондықтан бір студент кәдімгі болашақ өзінің кәсіби тұрғыдан психолог ретінде өзін көрсетуге тырысуы керек. Ал екінші студент әрине клиент рөлінде. Клиенттің жалпы проблемалары бойынша. Себебі бұл 3-ші курс болғаннан кейін проблема дегеніміз не, мәселе дегеніміз не, қандай мысалға отбасының әр түрлі жағдайлары жөнінде де бұлардың мағлұматтары өте көп. Сол себептен олар клиенттің айтайын деген өзінің проблемасы қандай екендігін бұлар клиенттің де жағдайымен, жағдаят болса ситуацияларымен жаңағы таныса алады, білетін болады. Сол себепте менше ойлаймын, ешбір жаңағы бір қазіргі мына семинар практикалық сабақта да ешбір қиындық тумайды. Себебі бұлар болашақ психолог болғаннан кейін 12 сұрақ көлемінде өздерін осы кәнігі психолог ретіндегі жұмыстарын дұрыс нәтижелі аяқтайды деп мен сенемін. Сол себептен қазір көз алдарыңызда осы болашақ психологтың деп айтпайық, психологтың клиентті қабылдауы қандай дәрежеде өтетіндігіне куә боламыз. Сондықтан алғашқы сендердің бұл бастамаларың жұмыстағы. Себебі сендер нағыз психологиялық тұрғыдан сендер осындай жұмыс жүргізе аласыңдар. Себебі міне бір ғана жыл қалды, кәдімгі дипломды психолог, кәсіби психолог боласыңдар. Сендерді жалпы қоғам асыға күтеді. Сендер көп пайдаларыңды тигізесіңдер осы отбасындағы түрлі проблемаларды шешуге. Міне сол себептен сендерге ойлаймын өте саналы түрде жұмыс болады деп ойлаймын. Бұл бағыттау бұлардың жаңағы бейімдеу осы жұмысқа, мысалғы клиентті қабылдаудағы жұмысы, бұлардың алғашқы жаңағы жұмысы бұл. Сондықтан осы университет қабырғасында бұларды дәл осы жаңағы клиентті қабылдау дегенде бір ерекше қызмет, соған біздер бейімдеуіміз керек, солай бағыттауымыз керек, баулуымыз керек. Бұл жалпы оқытушылардың негізгі міндеті болады. Әсіресе кәсіби қарым-қатынас техникасы бойынша осындай біздер мақсат міндеттерді алдымызға қойғанбыз. Сонымен менше осындай нұсқау, шағын ғана нұсқау, бұлардың семинар сабағындағы тапсырмалары болатын, үй тапсырмалары. Бұлар қазір өздерінің бойларына психологтың қасиеттерін бойларына дарыта бастайды.
сол себепті мен ойлаймын, бұлардың алғашқы қадамдары қазір біздер байқаймыз, қандай алғашқы қадамдары қалай өтеді екен, қандай сұрақтарды қоя біледі екен деген сияқты. Қаншалықты клиент рөліндегі студенттің өзінің проблемасын ашық түрде айта алатындығына көзімізді жеткізуге болады шынымен де. Сондықтан студенттер, болашақ психологтар, сендерге сәттілік.